Баршаларыңызға сәлем. Егер де жақындарыңызды ерекше таңғы аспен таңғалдырғыңыз келсе, осы тағамды дайындауға кеңес беремін. Бізге керегі жұмыртқа, шұжық, қызанақ және ірімшік. Ең алдымен жұмыртқаларымызды бір ыдысқа салып аламыз. Оның үстінен тұз салып, оны шанышқымен араластырамыз. Кейін шұжығымызды 4 бұрышты қылып кішігірім етіп тураймыз. Және де қызанағымыздың жарты бөлігін ғана тура 4 бұрышты қылдырып тураймыз. Ал ірімшігімізді үккіштен өткіземіз. Достар, егер де менің рецептерім ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал қазір шұжық пен қызанақты жұмыртқамызға салып араластырамыз. Пешіміздің үстіне табаны салып, үстіне сұйық май құямыз. Және майымыз қызған соң, аз-аздап ғана видеодағыдай салмамызды саламыз. Ол піскеннен кейін видеода көрсетілгендей рулет сияқты ораймыз. Және де орап болған соң үстіне тағы да кішкене бөлігін құямыз. Үстіне сыр, яғни ірімшікті себеміз. Осылай бірнеше рет қайталаймыз. Яғни салмамызды саламыз, үстінен ірімшікті саламыз және де оны ораймыз. Дайын болған ораманы әдемілеп тұрып турап, оны дастарханға саламыз. Астарыңыз дәмді болсын және де күндеріңіз сәтті өтсін. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға рахмет, сау болыңыздар.